Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сейсмолог ғалым наурыз айында әлемнің бірнеше елінде жер сілкінісі болатыны туралы ескерту жасады, деп хабарлайды Бак.кз. Бұл туралы Егемен КЗ-ге жазды. Ғалым Фрэнк Хугербиттің айтуынша, 8,5, тіпті одан да жоғары магнитудада жер сілкінісі болуы мүмкін. Бұл жер сілкінісі Ресейге, Курил аралдары, Жапонияға, оңтүстік Еуропа елдеріне, Индонезияға, Пакистанға, сондай-ақ Солтүстік Американың бір бөлігіне әсер етеді деп болжанып отыр. Мен әсіре сілтеп, қорқыныш тудыруға тырыспаймын. Жай ғана ғылыми болжамдарға сүйеніп, ескертіп жатырмын, дейді сейсмолог. Бұрын ғалым Фрэнк Хугербит Түркия мен Сириядағы жер сілкінісінде алдын ала болжаған еді. Не болғанда да, Алла тағала барлығымызды бұндай бәлелерден өзі сақтасын.